Сәлеметсіздер. Бүгін біздерде тақырыбымыз бөлшек сызықтық теңдеулер немесе бұны басқаша бір текті теңдеуге келтірілетін дифференциалдық теңдеулер деп атаймыз. y' тең f аргументі a1x қосу b1y қосу c1 бөлімде a2x қосу b2 y қосу c2 дифференциалдық теңдеуі қос аргумент бойынша x пен y бойынша бір текті теңдеуге келтірілетін теңдеу деп аталады. Егер мына анықтауыш нөлге тең болса, онда біз осындай т деген айнымалыны ауыстыру арқылы айнымалылар бөлінетін теңдеу алады екенбіз. Егер анықтауышымыз 0-ға тең болмаса, онда мынандай ауыстыруға енгіземіз қос аргумент бойынша. Бұл бір текті теңдеуге келтірілетін теңдеу. Ондағы h1 мен h2 мына теңдеулер жүйесінің шешімі болып табылады. Қазір енді оны мысал ретінде қарастырайық. Яғни айттық, біз мынандай y' тең f a1x a2y қосылған бізде не дедік? c b1y қосу c c1 a2x қосу b2y қосу c2 түріне келтіріп алуымыз керек. Бұл теңдеу бізде бөлшек сызықтық теңдеу деп аталады. Ондеше мына теңдеуіміз қарайық. 2x минус 4y қосу 6 қосылған жақшының ішінде x қосу y минус 3 y' 0-ға тең. y'-ті сол жағында қалдырайық. Сонда біз не істейміз? Минус таңбасын алдынан шығарып, мына өрнекті жазамыз. 2x минус 4y қосу 6 бөлшектің бөлімінде x қосу y минус 3. Бізге теңдеуіміз келді. Енді теңдеулердің жүйесін құрайық. Алдымен анықтауышты көрейік, неге тең болатынын. Мына минус бар, сол үшін минус 2. Бұл минусын былай істей салайықшы. Минус 2x қосу 4y минус 6 деп. Бөлшектің бөлімі x қосу y минус 3. Сонда анықтауышты есептейік. Минус 2, 4, 1, 1. Анықтауыш минус 2, минус 4. 0-ге тең емес, значит біз теңдеулер жүйесін шешіп, потом замена істейді екенбіз. Минус 2x қосу 4y минус 6 x қосу y минус 3. Теңдеулер жүйесін шешеміз. Олға теңестіріп. Бұл теңдеулер жүйесінің шешімі бізде келесі жұп болады x пен y-дің. Так, 1 қойсақ 2, 1 де 2. 1, 2, 1 мен 2. X-і 1-ге тең, y-ге 2-ге тең. Енді мысалы мынандай алмастыру енгізуге біз бағанағы h-тың орнына u дей салайық. Мысалы u тең x минус 1. v тең, яғни x-те мына x1-ді азайттық. v тең v минус v тең y минус 2. Осында 2 алмастыру енгіздік. Енді осын y' тауып мұнда. Бізде ол жоқ қой. y' табайық. y' неге тең болады? v'-ға тең болады. Сонда 2 мұнда алып барып қойсақ болады. Сонда v' y'-ның орнына мұндағы v'-ті алып барып қойдым. Тең болады минус 2x дейді. X-ті мұна тауып, x тең u қосу 1-ге тең, y тең v плюс 2-ге тең. Минус 2 u қосылған 1, 4 v қосу 2, минус 6. Бөлшектің бөлімінде бізде x-тің орнына u қосу 1, y-тің орнына v қосу 2, азайту 3. Бөлімінде u қосу v қалды. 1-ге 2-ден 2-ні қосып 3 азайтсақ 0 болады. Енді мұнда минус 2u, 4v. Так, мынау u,
қосу 4v қалды, иә? Себебі минус 2-ге 8 қоссақ минус 6, 6-ға минус 6 қоссақ 0. Енді мынау бір тектілік шарт орындала ма? В штрих тең мысалы лямбдадан қояйық у-дің орнына. 2 лямбда у плюс 4 лямбда в лямбда қосылған лямбда у лямбда қосу в лямбда. Лямбда ағымынан шығады. Сонда минус 2 у қосу 4 в қалды. Бөлшектің бөлімінде лямбда шықты, у қосу в қалды. Лямбдалар қысқарды. Бұл бір текті дифференциалдық теңдеу екен. Біз ол теңдеуді шешуді білеміз. Ол жерде тоже біз замена істейді екенбіз. Қандай замена, қандай алмастыру істейміз? Бұнда v-ны u-дің функциясы ретінде қарастырсақ, vu тең tu деп. Яғни біз y тең tx дейтін едік қой. Бұндағы u-дің орнына x барады, v-ның орнына y барады. Мына алмастыруды енгіздік. Енді сонда бұнда v-ның туындысы не болады? T штрих u u-дің туындысы бұнда 1 болады, t. Соны апарып v штрихтің орнына апарып қояйық. T штрих u қосылған t тең мына u-дің орнына өзі 4 v-ның орнына tu бөлімде u-дің өзі қосылған tu. Бұл жерден u-ды жақшаның сыртына шығарсақ, 2 u-ды шығарсақ, бұнда минус 1 қосу 2t бөлшектің бөлімінде u1 қосу t. u-арды қысқартсақ болады екен. Енді мына t-ны барып сол жағына көшірейік. Сонда бізде t штрих u тең болады бөлшек 1 қосу t ағымында 4t минус 2, е? Минус t. Ортақ бөлім бізде 1 қосу t болады, е? 4t минус 2 минус t квадрат минус t. Не қалады бізде? Минус t квадрат плюс 3t минус 2. 1 қосу t. Сонда t штрихта dt деп жазсақ, 1 қосу t dt бөлімінде t квадрат минус 3t қосу 2. Оң жағында не қалды? Мына минусты байқасаңыздар, мен мұнда қалдырып кеттім. Минус du бөлінген u. Енді екі жағынан интеграл алу керек. Мына интеграл түсінікті, мына интеграл бөлік есептеу бар. 1 қосу t квадрат минус 3t қосу 2. Бөлімі бізде сызықтық көбейтіштерге жіктеп. Сонда 1 мен 2 t 1 болады, t минус 1 t минус 2 ағымында t қосу 1. Оны анықталмағандық коэффициенттер әдісімен есептесек, a t минус 1 қосылған b t минус 2 интеграл dt бар, е? Бұнда сонда бізде a t минус 2
т минус 2а қосу б т минус б бірінші алымы екі бөлшектің алымы болады да тың жақшаның сыртына шығарсақ т а қосу б минус 2а минус б. А қосу б неге тең болу керек сонда бізде? А қосу б'міз тының алдында коэффициент 1-ге тең. Ал мына бос мүшеміз ол да 1-ге тең екен. Сонда a'мыз неге тең? Бұл теңдеулер жүйесінің шешімі. Так, a'мыз бізде тең болады 3-ке ме? 3-тен 2-ні азайтсақ 1. 3-тен 2-ні азайтсақ 1. 3-ті 6, 1. Бұл теңдеулер жүйесінің шешімі бізде. A'мыз минус 2. Б'мыз 3 болады. Тексеріп көрейік. Минус 2-ге 3 қосақ 1. Минус 2-ні қоямын орнына 4. 4-тен 3 азайтсақ 1. Сонда бұл интеграл неге тең болады? A'ның интегралы. А ln, иә? Так, минус 2 тең ln т минус 1 қосылған 3 натурал логарифм т минус 1. Так, осы бұл сол жағы, иә? Бұл оң жағында не болды бізде? Минус натурал логарифм u. Сонда біздің жауабымыз қандай болады? Минус 2 натурал логарифм тінің орнына біз нені қою керекпіз? v бөлу u-да. Ал v бөлу u дегеніміз y минус 2 бөлінген x минус 1 ме? x минус 1 минус 1 қосылған 3 натурал логарифм т минус 1. Тымыз бізде жаңа не болды? y минус 2 бөлінген x минус 1. Бірді азайтып салуымыз керек. Модуль болады сосын. Тең минус. Так, мұнда плюс сынып кетті қой. Плюс минус натурал логарифм u дегеніміз. Ол бізде v бөлінген t-ға тең, иә? Натурал логарифм u v бөлінген t-ға тең. Ал v дегеніміз бізде мұнда. Так, v дегеніміз бізде t-ға тең. T-ны қойғанда бізде не болады? V. U-ды қойғанда v бөлінген t. V-мыз y минус 2. T-мыз не болып кетті? X минус 1. Жай ғана x минус 1 екен ғой. T минус 1. Так, x минус 1 мұнда. X минус 1 қосылған с. С-ны болды. Осылай шешіледі екен. Сондықтан біз мынадай бөлшек сызықтық теңдеулерді шешуде алдымен оған анықтауышын есептеп, анықтауыш бойынша қандай алмастыру енгізу керек екенін тауып, одан бір текті теңдеуге келтіріп, бір текті теңдеуді айнымалы енгізіп, тағы да айнымалылар ажырататын дифференциалдық теңдеуге келтіріп, оны шешіп, қайттан біз енгізген әріптерді орнына алып барып қояды екенбіз. Сау болыңыздар.